Мен Какимашева Гаухар Ержанқызы 1998 жылы 5 сәуірде Қарағанды облысы Балқаш қаласында дүниеге келдім. 2013 жылы Балқаш қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы номері 7 мектеп гимназиясын жақсы аяқтадым. 2013-2017 жылдар арасында Балқаш қаласы Алихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы техникалық колледжінде дене шынықтыру және спорт мамандығын оқып бітірдім. Ең алғаш еңбек жолымды 2017 жылдың қыркүйек айынан бастап Балқаш қаласының білім бөлімінің Алихан Бөкейханов атындағы номері 15 мектеп лицейінде дене шынықтыру мұғалімі болып, Сарада дара жолын жалғастырып келемін. Өмірлік ұстанымым Абай Құнанбаев айтқандай, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қолық сақтап, өзіне сен өзіңді алып шығар, ақылын мен еңбегін екі жақтап. Осы еңбек еткен жылдары мен қандай жетістіктерге жеттім. Ұстаз ретінде оқушыларды шығармашылыққа, салауатты өмірге, ұлттық ойындар арқылы ұлтжандылыққа тәрбиелей отырып, оқушыларымның жеткен жетістіктері. 2018 жылы Астана қаласының 20 жылдығына арналған білім беру қызметкерлерінің арасында өткен үстел теннисі жарысынан 3-ші орын алдым. 2018 жылы Балқаш қаласының дене шынықтыру және спорт мекемелер қызметкерлері арасында өткен қалалық турнирында волейболдан 2-ші орын алдық. 2020 жылы Тойынбек Ерсейіт еске алуға арналған тоғызқұмалақтан өткен ғұмыры қысқа ғибратты мол Ерсейіт атты облыстық ашық біріншілігінде өтуіне өз үлесімді қосқаным үшін алғыс хатпен марапатталдым. 2019 жылы Балқаш қаласының әкімінің кубогіне арналған қыздар арасында шаңғы жарысынан өткен жеке қала біріншілігінде 3-ші орын алдым. 2020 жылы жалпы білім беру мекемелері арасында өткізілген үздік презентация республикалық байқауының оқыту сабағы номинациясын алдым. Салауатты өмір салты бұл ең әдемі денсаулықты сақтау және нығайтуға бағытталған іс-әрекет. Қорытындылай келгенде Мағжан Жұмабай «Мен жастарға сенемін» өлеңімен аяқтағым келеді. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Назарларыңызға рахмет.